Assalamualeykum ağayın. Oyfuma естімеген elde көп деген. Mana internet желісінде шулап жатыр. Ойпырмай. O zaman da bu zaman köşede қаңғып жүрген Шымкент облысында 3 milyon 800 мың халық бар екен. Енді халықтың шоғырланған жері ғой. Енді ол Шымкенттегі бір данышпан, қандай ол данышпан осы билік басында отырып көшеде қаңғып жүрген ит пен мысықты піштіру. Әкеңнің аузын сүзгейін, соған пәленбай миллион ақша бөліп еткенше, ешек бас, осыны айтып отқан ешек бас. Мына Тоқаев қайтарым. Тоқаев мырза, мына әкеңнің аузын сүзгейін осындай не қойып отқан, осы оңтүстік Қазақстан облысында мысалға, мынаны халықтың алдына шығарып тірідей өртеп, болмаса аттастыңдар мына адамдарды. Мынау деген үкімет несінің жаңағы наглый кәдімгі ақша жеудің несі ғой. Сен қаңғыбас итпен мысықты не етпексің, сені пішірек әкеңнің аузын ұрайын оны. Онымен бүкіл сот, прокурор, осыларды пішірек әкеңнің аузын ұрайын, шетінен. Биліктегін бәрі пішірек онында. Көшеге қаңғыбас жүрген итпен мысықты пішіріп нағанша. Не деген масқара ма? Қаңғыбас итпен қаңғыбас мысықты ойлағанша, халықтың жағдайын ойласыңдаршы, әкеңнің аузын сүзген ешек бастары. Көшеде посып жүрген әр қазағың квартирден квартирге көшіп. Не деген ешек бастыңдар, әкеңнің аузын сүзген тексіз атадан тумай иттен туған хайуандар. Атаңа нәлет. Аталарыңа мыңдан нәлет, атаңа нәлет. Құдай атсын сендерді, атаңа нәлет. Қазақтың топырағы бұйырмасын сендерге. Қазақстаннан бір топырақ бұйырмасын өлгенде өліктеріңе атаңа нәлет. Ит пен құсқа, сол қаңғыбас ит пен мысықтың жемі болыр атаңа нәлеттер. Хайуан. Мен малым жүр мені.